Акчаны үнемдеп жарата билүү өнөр дейт экен го. Сол өнөрдү эч бир укпай койдум. Рас айтасың, теңге тыйыннан құралады демекші, аз ақшаны ұстай білудің өзін үйрене білуіміз керек. Акчасыз бир кадам аттай алмайсың. Өзүң маған айтчы, калай үнемдөөгө болады? Қаласаң құлақ қойып тыңда. Біріншіден, сатып алған кез келген затты жазып отыратын кітапшаларына. Оған тіпті жолыңа кеткен 80 теңгеңді де түртіп қой. Аптаның не айдың соңында кітапшаңды ашып қара. Бұл өз-өзіңе есеп беруді үйретеді. Бул кеңесиңди орундоо аса кыйын эмес экен. Екіншіден, су мен қуат көзін үнемде. Кранды керек кезде ғана ашуға үйрен. Түнде жатарда барлық жердегі жарықтың сөнгенін қадағала. Электр құралдарына пайдаланғанда да мұқият бол. Мәселен, телефон үтіктеп тұрғанда шырылдап жатса, үтікті суырып барып, телефонды көтер. Ия, буну да адетке айналдыруу керек экен. Үшіншіден, азық-түлік дүкеніне барғанда үйден тойып шық. Аш көзікпен алып қойған затың 2 есе шығынға ұшыратуы мүмкін. Бул да акылга кунатын сөз экен. Төртіншіден, өз-өзіңе шектеу қоя біл. Кез келген затты сатып алмас бұрын ой елегінен өткіз. Бағаларын салыстыр. Бұл сенің сарандығың емес, сауаттылығың. Әсіресе қымбат заттардың бағаларын салыстыр. Бір жерде 150 мың теңгеге тұратын ноутбуктың дәл осы моделі басқа бір дүкенде жеңілдікпен 100 мың теңгеге сатылып жатуы әбден мүмкін. Бул айтканың да дұрыс. Бесіншіден, айлық алған күні дүкенге бармауға тырыс. Өйткені ол күні ақшаңды шектен тыс жаратып қою мүмкін. Міне, осы шарттарды жадыңда сақтап, күнделікті іс-әрекетке айналдырсаң, бюджетіңді үнемдеп үйренесің.